Достар, сәлем, каналға қош келдіңіздер. Қыздар, бүгін біз балық қуыратын боламыз. Екі түрлі тәсілмен қуыратын боламыз. Оған не керек? Міне балық керек, ұн керек, лимон керек, сонымен бірге тұз керек, және жұмыртқа керек. Ең алдымен мінекей қайшыменен жақсылап тұрып қанаттарын қиып алып тастаймыз. Мінекей тура осылай. Содан кейін жалпақтап өтіп тураймыз. Тура осы видеодағындай етіп. Одан кейін мынау әрбір туралған кесекті тағы да ортасынан бөліп тураймыз дағы, оны тіліп ортасына осылай тұз себетін боламыз. Онан кейін лимонның согын сығатын боламыз, себетін боламыз лимонның согын. Ол біріншіден нәзік қышқыл дәм береді балыққа, екіншіден балықты сочный етеді. Бірінші тәсіліміз жұмыртқаны жақсылап тұрып біркелкі болғанға дейін араластырамыз. Екінші тәсіл балалық шағымыздан келе жатқан ұнға аунатамыз. Жұмыртқаға аунатып алып, қатты қызып тұрған майға салып қуырамыз. Сонда денесі жамандап отыр, иә? Сөйтіп отырса да күйеуіне прямо. Қарап отырса да баласына. Соны жамандайды, иә? Екінші тәсіл ұнға аунатып жіберіп, қызып тұрған майға салып қуырамыз. Міне қыздар, балығымыз дайын. Горбуша балығы, қызғылт лосось дейді қазақша. Пока! Өте дәмді балық, міндетті түрде қуырып көріңіздер. Патша балығы қыздар бұлар. Пока! Аман болыңыздар.